Сәлем достар, бүгін осындай керемет жұмсақ печенье жасайтын боламыз овсянкадан. Каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар, және де келесі видеоларды көру үшін колокольчик басыңыздар. Печенье оңай әрі тез жасалады. Үйдегі бар заттармен жасай берсеңіз болады. Ол үшін алдымен 2 жұмыртқа, одан кейін ерітілген сары май, тұз, мед қосамыз. Бәрін араластырамыз. Одан кейін ұн, разрыхлитель қосып, бәрін араластырамыз. Енді овсянканы блендерден майдалаймыз, ұнтақтаймыз. Менікі сәл ірілеу болды, бұдан да майда қылсаңыз болады. Одан кейін 15 минутқа қойып қоясыз. Овсянка өзіне сұйықты сіңіріп алу үшін. Осындай болады. Одан кейін мен қазақстанский шоколад алдым. Соның жартысынан көбін печеньеға қосыңыз. Противенге май жағып, печеньеларды қолымызды сулап, осындай форма жасап, противенге қойыңыз. Одан кейін бетіне шоколад қойыңыз. Енді өзіңіздің печкаңызға байланысты. Менде 10 минутта пісті 200 градуста. Міндетті түрде жасап көріңіз, өте дәмді шығады. Медтің орнына қант қолдансаңыз да болады. Ас болсын.